Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менің блогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 3 мамыр. Қазір 2 сағаттан кейін, яғни сағат 7-де мен арайдап алып, екеуміз бірге бар виллаға барамыз. Себебі біз қыздармен бірге бүгін жиналып бірге ауызда шайық деп шештік. Ары қарай не істейтінімізді көре жатармыз. В общем, менімен бірге болыңыздар. Где Жанечка? 오늘 기념적인 제 와서 이따라 먹었어. Я. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life back from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. твоего эфира. Біз Бардилада отырып, Қазмадленге келдік. Вот, қыздармен. Жәшетке үйреніп қалған едім. Десерт алғым келеді. Чай и мороженое. Арай прямойда. Біз аяу екеміз тағы мороженое алдық. Ермепті на этот раз. Короче, аттракционға барамыз, в общем. Тамаққа той болып. Саған керек болады кейін. Ал балам. Осы жаққа отырайық театр. Мама! Итак, бүгін влогтың екінші күні, бірақ алдыңғы кадр түсіргеніме 3-4 күнде өтіп кетті. Қазір сағат 11, менде 2 сабағым бітті, қазір соңғы сабақ қалды тарих. Бүгін еще четверг, кстати, ертең 7 мая, ертең бізде праздник. Новость. Ертең праздник, сондықтан ертең бізде демалыс болады, пятница. И ұлдарды құттықтаймын, хотя вряд ли мені ұлдар көреді, но все же. Вот, в принципе, все. Это все, что я хотела сказать. Короче, достар, менде сабақтарым бітті. Бізде далада идеальная погода просто. Вот бізде түні бойы жаңбыр жауды. Бағана да жауды. Жаңбырдан кейін ауа күшті, бұлтты, кеше күн быжып, ыстық болып кеткен еді. Бүгін прям күшті, керемет. Достар, осы апта бізде оқитын соңғы апта, осыдан кейін тек сессия болады бізде. Бағалар қойылып жатыр. И вот все, что тапсырдым қазір. Мен бұл жайлы кетіп істегем, но жіберуді ұмытып кеткем. Вот. Жібердім. Так. Біз қазір қонаққа барамыз. Ауызашарға. Вот так вот. Мына жерде магазин. Біз магазинге кіріп тұрып, қайтадан шығып кеттік, потому что Джибек увидела новый магазин. Но нет, это что? Это кафешка.
Осындай адам көргенсің. Знакомьтесь. А слышим? Пошутнем. Жалнайын. Достар, бүгін бізде влогтың 3-ші күні. Қазір мама екеуміз салонға барамыз. Әзірше басқа план жоқ бүгінге. Вот так вот. Аяқта клиенттер отыр. На мама. бүгін ештеңе қатырмады. Неге айтпай қойдыңыз? Шақырып бергіштер деп. Қыздарики, привет! Біз мына жерден шықтық, енді мына жерге келдік. Вот так вот. Спасибочки. Яу. Такой вот прекрасный вид. Вау. Қазір класстастарымыз бізге келе жатыр. Бізге мына жаққа келіңдер деді. Долгожданная встреча с одноклассниками. Біз Арбатқа класстастарымызды кездестіру үшін келдік. Достар, бүгін бізде ай және де сіздерді құттықтаймын. Бізде мындай дайындық. Вот. Мына жерге де салат бар, салып қоятын ыдыстан шығарып қойдық. Заранее. Вот так вот. Мен сағат 8:30-да тұрдым. Мама, мен сені түсіріп тұрмын. Мен бүйтіп қарап тұрдым ба? Бәрін шығарып салып, мама екеуміз ғана үйде қалдық. Енді ағам кетіп баратыр. Асылбек ағам кетіп қалып, Жесик ағам кетіп баратыр. Мен жаңа сериал бастадым, Замандастар деген. Қазақша сериал. Қыздар жұмыста, мен ғана жұмыста емеспін. Мама бүгін жұмысқа магнит соған бір тілім болады. В общем, қазір мама екеуміз ужас кино көрейік деп шештік. Короче, саған уақытымды бөліп түстен кейін бастап. Бір жағынан бәрі кетіп жатқаннан кейін сен бір өзі қалып жатыр ғой деп қалдым. Мам! Меніңше былай жатырмын ба? Кешкі сағат 8 болды. Біз мама папа үшеуміз қазір кафешкаға барамыз. Сол жақта кешкі асымызды сол жақта ішеміз. Мен мынандай өте жеңіл, простой көйлегімді киіп алдым. Дала бізде өте жылы, сондықтан да пойдет. Короче, біз үйге қайтып жатырық. Мама екеуміз. Папа басқа машинада қайтады. Вот. Біз қайтып жатырық. Мынау Мега. Береке. Былай жүрсек, мен мектеп жағым. Ал былай жүрсек, менің университетім. Saat 10:30 болды. Біз мына жерге бір нәрсе үшін соқтық. Енді үйге обратно.
Ой.